Сәлем достар, сіздермен бірге Қазақ контент алда сіздермен ең қызықты эксклюзивті сұхбаттар болады. Бізбен бірге болыңыздар. Себебі бізде бірнеше мемлекеттерде тәжірибеден өткен, ағылшын, түрік және де орыс қазақ тілін еркін меңгерген республикалық жобалардың координаторы Ақнұра бүгін бізде қонақта. Ақнұра, сәлем. Сәлем Еркежан, шақырғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сізге де рахмет келіскеніңіз үшін сұхбатқа. Жалпы Ақнұр, айтыңызшы, жоғарғы оқу орындарында шет мемлекеттерде біздің мемлекеттен қарағанда ерекшеліктері неде? Шетелде профессорлар көбінесе білімге деген студенттердің өзін талпынуын қалайды. Яғни бізде дайын материал берілмейді шетелде. Екінші ерекшелік ол мысалы оқу барысын профессорлар қызық қылғысы келеді. Біздің елде тек бір мамандық бойынша сені барынша оқытады. Тек кейбір университеттерде ғана, мысалы Назарбаев, КБТУ, КМЭП, Казгю деген университеттерде ғана тағы да майнерс деген, яғни екінші бір профессия ала аласың мамандық. Ал шетелде тағы да ең күштісі, сен тек қана өзің мамандығына байланысты емес, одан да басқа бір мамандықтардың ие бола аласың. Дұрыс айтасыз. Осы жолда бізде білесіз бе, магистратураға түсу үшін, мысалы журналистиканы оқып жүріп, сіз басқа мамандыққа түссеңіз, кредитаны төлейсіз. Ал шетелде біле білсеңіздер, кредитаны төлемейсіздер. Не, осы да бір артықшылығы бар екен. Сізге өміріңізге қатысты жалпы Ақнұраға қандай жігіттер мүлдем ұнамайды және қандай жігіттер ұнайды? Негізі өте қызық сұрақ екен. Тақырыпқа байланысты емес, тақырыптан тыс сұрақ екен. Жалпы айтсам тізімі көп. Мысалы 5 аргумент айтыңызшы, мен санайын 5 аргумент. Бірінші, қандай ұнамайды? Мындай меншіл, өзінше жігіттер ұнамайды. Сосын тым қызығушылығы жоқ, үйде жата беретін, сондай керіншек, бір білімге талпынысы деген жоқ адамдар, яғни жігіттер ұнамайды. Демек, жігіттер білімді болу керек. Қиын сұрақ екен. Қыздарға деген құрметі жоқ, яғни мен жігітпін деп жүретін, сондай жігіттер ұнамайды. Демек, қыздарды сыйламайды. Яғни үлкендерге құрметі деген жоқ, сонымен қатар басқа адамдарға деген құрметі жоқ жігіттер ұнамайды. Күшті сұрақтар қояды екенсіз. Қыз бен жігіт кездескен кезде олар барынша сол қарым-қатынасқа беріледі, бүкіл өмірін соған арнайды. Мен ойымша бұл дұрыс емес. Ағылшын тілін тез үйренудің қандай жолдары бар? Кез келген адамдар ағылшын тілін қиын деп ойлайды. Жалпы біз үйреніп қалған кітап бойынша жағаға ашамыз, онда hello, my name is бла-бла-бла деп бастайды. Жалпы шетелде өтіп сөйлемейді адамдар. Біздің ең басты проблема, адамдар грамматиканы үйренеді де, бірақ оны сөйлеуде қолдана алмайды, ұялады, өйткені олардың акценттері бар деген сияқты. Ұялмау керек. Қандай акцент болса да, менің барлық өзім оқушыларыма, студенттеріме айтатыным, ең басты ағылшын тілінде кинолар көру керек. Ник Вуйчич дегенді білетін шығарсыз. Өте керемет кісі, өзінің бір қол аяғы болмаса да көптеген күшті істер жасап жатыр, көптеген адамдарға мотивация береді. Сол кісімен сөйлескім келеді. Ақнұр, сізде мына конверт ашсаңыз болады, осы конверттің ішінде сұрақ бар. Сол сұрақты өзіңіз оқып, содан кейін дауыстап оқысаңыз, сосын сол сұраққа нақты жауап берсеңіз. Егер сізге 24 сағаттан соң өлесіз десе, не істер едіңіз? Өте керемет сұрақ. Жалпы мен егер 24 сағаттан кейін өлетін болсам, оны дәл осындай конверт беріп ашатын болсам, мен біріншіден өзімнің депозитімдағы ақшаны алып, өзімнің депозитімдағы ақшаны алып, бүкіл жақсы көретін туыстарыма, достарыма күшті кішкентай сыйлықтар сатып алып, әрқайсысына хат жазатын едім. Жоба бастауда неден бастау керек және де жобаны қалай жазу керек? Адамдар сіздің идеяңызға күлуі мүмкін. Соған қарамастан, мен бұл жобаны жүзеге асырамын деген талпыныс болу керек. Көмек көрсететін, мотивация беретін бір дос болу керек, немесе партнер дейді ғой, сондай кісі болу керек деп ойлаймын. Ал енді жазуға келетін болсақ, әрине қазіргі таңда көптеген сайттар бар. Ол Біріккен ұлттар ұйымының да сайтында жоба жазуының бүкіл схемасы жазылған. Казволонтирста сондай нәрселерді оқуға болады. Жалпы мен өзім мысалы Study QA деген, гранты стипендия деген парақшаға жазылған көптеген, мысалы қазір кіріп көрсеңіз, стипендия бакалавров at Boise State University дейді. Яғни көптеген университеттердегі гранттар туралы айтады. Одан басқа New Directions деген
парақша бар, канал. Сол жерде де стажировкалар туралы жазады. Міне бірінші ашып көрдік. Волонтерство ООН в Швейцарии дейді. Сосын көптеген сондай education abroad Z деген бар, бесплатное образование деген осындай сайттарға, каналдарға мен көп жазылғанмын. Сол жерде мен көптеген курстар туралы, онлайн курстар туралы, шетелдегі стажировкалар туралы білемін. Flex деген программа бар. Ол бұрыннан келе жатқан программа, яғни 10-шы сыныпта оқитын оқушыларға ағылшын тілінен тест тапсырып, этаптардан өтіп, оларды бір жылға Америкаға жібереді, бір ауылына Американың, бір отбасымен тұрады, олар сол жерде ағылшын тілін меңгереді, сосын бір жылдан кейін қайтып келеді олар. Тағы да одан басқа Work and Travel деген программа бар. Ол мысалы, егер сіз университетте оқып жатсаңыз, тек студенттерге болатын программа бұл. Жас кезінде сол стажировкаға Америкаға барып келуге болады. Все это время, пока вы учитесь в универе, вы можете участвовать в этой программе. То есть вы можете, в принципе, съездить 3-4 раза по Work and Travel, 3-4 лета провести в Америке. И это огромный промежуток времени, за который у вас появятся уже свои братишки в некоторых городах, у вас появится кредитная история, потому что когда вы едете по Work and Travel, вы получаете Social Security number, то есть номер социального страхования местный, с который вообще критически необходим для всего. Бірақ стажировка дегенде бір күшті компанияға тұрып, финансист, банкир боласыз деп ойламаңыз. Сіз кафеде официант болып, немесе маникюр жасап жүресіз, бірақ та бұл программаның ең күштісі. Сіз мысалы $2000 төлейсіз баруға. Ол жерге барып жұмысқа тұрған кезде сіздер $2000 2 есе көбірек әкелесіз өзіңізге. Сонымен қатар сіз ол жерде қыдырасыз, яғни 3 айдың ішінде бүкіл Американы көруге болады. Мен сізге сұхбат барысында қанша сұрақ қойдым, және бұл біздің үшінші сұрағымыз. Бір сұраққа мен 2 минуттан жауап берсем, біз 20-30 минут тек, где-то 15 сұрақтай болған шығар. 15 сұрақ екен? Жоқ, қателестіңіз Ақнұра. Бұл біздің 11-ші сұрағымыз. Жақын болды. Сұхбат барысында 11 сұрақ қойдық. Жақсы, біздің арнаға жазылыңыздар және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.